Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ерекше тағам, кесесімен бірге жеп қоятын тағам түрін жасап көрсетпекшімін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ең алдымен еттерімізді турап аламыз. Етімізді өте қатты ұсақтамаймыз, орташа көлемде болса жеткілікті. Картоптарымызды, сәбізімізді осындай арнайы нарезной пышақпен тураймыз, сонда әдемі болып шығатын болады. Одан кейін пиязымызды, қызанағымызды тураймыз. Сарымсағымызды және тәтті бұрыш, перецімізді турап дайындап аламыз. Енді қызып тұрған табамызға ең алдымен етімізді салып, жақсылап араластырып, кішкене пісіріп алатын боламыз. Осылай суы тартылғаннан кейін үстінен пиязымызды саламыз. Жақсылап кішкене араластырып, 5 минуттың көлемінде пісіріп алғаннан кейін осылай картоптарымыз бен сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстінен қызанағымызды салып, тағы да араластырамыз. Ең соңында осылай перец пен сарымсағымызды салып араластырамыз. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салсаңыздар болады, немесе өзіңіздің қалауыңызға қарай басқа да приправа түрін салсаңыздар болады. Мен бұл жерде тұзды кішкене ғана салдым, өйткені мендегі етім тұздалған еді. Тағы да араластырып, бетін жауып қоямыз. Кішкене піскеннен кейін оның үстіне соусымызды салып құямыз. Яғни мен томатымызды ыстық суға кішкене езіп, осылай үстінен құйған болатынмын. Енді осыны баяу отта пісіретін боламыз. Бұл тамағымыз піскенше біздер кесесін дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, тар май, жұмыртқа, дәміне қарай кішкене тұз қажет болады. Барлығын ерігенше жақсылап араластырамыз. Кейін оның үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Егер сіз әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді кесемізді дайындап аламыз, жақсылап майлаймыз. Міндетті түрде майлауды ұмытпаңыздар, сонда біздің қамырымыз жабыспай керемет болып пісіп шығатын болады. Енді дайын қамырымызды кішкене қолымызбен елеп алып, 4 бөлікке бөлеміз. Сосын осылай кішкене дөңгелек формаға келтіріп аламыз барлығында. Жаңаға кесеміздің көлеміне келетіндей етіп, қамырымызды оқтаудың көмегімен жазып аламыз. Біздің жайып жатқан қамырымыз өте қатты қалың немесе жұқа болып кетпеу керек, орташа көлемде болса жеткілікті. Енді дайын кесеміздің үстіне жазылған қамырларымыздың барлығын осылай салып шығатын боламыз. Барлығын салып алдық. Енді жұмыртқаның сарысымен осылай беттерін жабып шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 200 градусқа 30 минутқа пісіріп аламыз. Кішкене суығаннан кейін алсаңыздар, тура осылай бірден алынатын болады. Бұл кезде біздің етіміз де пісіп қалды. Осылай астында кішкене су болған жақсы, сонда біздің салмамыз керемет болып шығады. Міне ыдысымызға салып жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше керемет болып шықты. Сіз де отбасыңызды қуантып осы тағамды жасап
көріңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар.